Қазір негізет қатысып жатқандар Қытай Халық Республикасының 3 аймағынан келіп тұр. Және өз жерге келіп отырақтасып орналасып қалған 3-4 әпкеміз бар. Бұлардың негізгі жұмыстары біз бастабында қойған талабымыз бастысы біз мына нақты тігіп мастер-класс көрсету. Яғни мына әпкеміз бізге істе тігіп отыр, қазақтың бізге істесі байырғы қазір бұны ешкім тікпейтін болып кеткен. Екінші, мына қазақ кигіз кестешілігі, қазақтың жоғалып кеткен ши кілемі, шимен тоқитын кілем. Және қазақтың өрмек өнері, қазақтың тері өнімдері өнері, ши тоқу өнері, және сол секілді байырғы өнімдерді үгіттеу мақсатында талап қойдық. Біз енді осы екі кигіз үйге бірінші қазақ ұлтының өзіне тән ерекшелігін көрсету. Нақ байырғыдан жалғасып кеткен не бар қазақта, соны көрсету. Екінші, Қазақстанға осы жоғалып баратқан өнерлерді қайта дәріптеп, жеңіл өнеркәсіптер қайта дамытып, өз өнімдерімізді өзіміз тұтынып, халыққа жеткізу мақсатында істеп отырмыз. Әсіресе шетелдіктер қатты қызығып жатыр. Енді өзіміздің сатып алады, бірақ біздің әзіргі өнімдерімізді өзіміздің Қазақстанның ішіндегі Ақтау, Орал, Қызылорда жақтан келген өзіміздің қазақтарымыз қатты сатып алды. Өйткені олар біздің әжеміз тігуші еді ғой баяғыда. Бұл біз мынаны көрмегелі қашан деп қайда бір жоғалтып алған баласын, жоғалтып алған анасын көргендей қуанып, сипалап, кішкентай бірден болса да ала кете, өздеріне керек болмаса да сөйтіп алып жатыр. Және қызығып сұрайды, ерінбей жауап беріп жатырмыз, мынау не дейді. Менікінің бәрі енді қазақ кигіз кестешіліктің мұрагерімін өз елімде, Жұңгода. Енді қазақтың ой өрнегін үстінде пішіп, үстінде тігіп, сондай неміне өнер, қолма-қол пішіп, қолма-қол өнерді шығарып кететін осындай өзімнің қасиетім бар. Осы бір қасиеттің арқасында, осы өнердің арқасында, осы бір қазақ еліндегі өтіп жатқан 2017 жылғы жәрмеңкенің төрінде отырмын, қуаныштамын. Өзіміздің Пекинде өтілген халықаралық жәрмеңкеде мына бекзаттық мұраларды жалғастырушы, қазіргі мәдениет, бұрынғы ескі мәдениетті кейінгі ұрпаққа жеткізушінің біреуі болып таныламын. Әке көрген оғжанар, шеше көрген томше дейді ғой. Шешеміздің көргенімізден, ес білгеннен бастап, мысалы, кесте тігіп отырады, сырмақ тігіп жатады, соған жағаласып, жібін орап беріп, көмектесіп жүріп, көз көріп жүріп, өсіп үйрендік бәрін. Енді Алла қаласа, біз осы Қазақстанның өзінде өзіміз ары қарай дамытып, жасап, ошақтағы елдіге өзіміздің атадан жалғасып келе жатқан ұлттық өнерімізді ары қарай дамытып, әрбір үйде қазақтың иісі аңқып тұратындай өз ойымызбен, өз мәдениетімізбен, өз ата-бабаларымыздан жалғасқан асыл мұраларымызбен үйлерімізді солай әсемдесек, сол салтымызбен жүрсек, соны ары қарай дамытсақ деген ойдамыз. Бұны Шанхайда конкурсқа қатынасында $10,000 ұтып алған. Сатпай қайдан алып келіп, осы қазақ еліне. $10,000 бермеді, иә? Бермей алып келген ғой, $10,000 ұтып алған. Бірақ бермей алып келіп, қазақ еліне бір тиынға сатпаймын, қазақ еліне көрмеге қойып беріңдер. Халқым көрсін, елім көрсін, жастар үйренсін деп әкеп қойып отыр. Сонымен бүгін бұл жерге қойып отырмыз. Осы секілді біздің өте озық қазақтың озық мәдениеті. Ал мынау немене Ахмет Байтұрсынның жазуыменен бірлік түбі тірлік деген көркем жазу. Кигізбен ойған. Мынау да Абайдың бір өлеңі. Қытайдағы қандастарымыз арнайы алып беріп жүріп отыр.